Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? География пәніне қош келдіңіздер. Балалар, сіздер саяхатшы Фернан Магелланды білесіздер. Фернан Магелланның саяхаты нені дәлелдеді және қай мұхитқа атау берді? Дұрыс, балалар. Фернан Магелланның саяхаты дүниежүзілік мұхиттың бір тұтас екендігін дәлелдеді және жер шарындағы ең үлкен мұхит Тынық мұхитына атау берді. Жарайсыздар, балалар. Балалар, өздеріңіз түсінгендеріңіздей, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дүниежүзілік мұхит жайлы болмақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайы. Оқу мақсаты: дүниежүзілік мұхиттың құрамын, географиялық жағдайын сипаттайды. Мұхит және оның құрамдас бөліктерін жоспар бойынша сипаттайды. Сабақтың мақсаты: дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайын біледі. Дүниежүзілік мұхиттың бөліктерін анықтайды. Мұхиттардың географиялық жағдайын жоспар бойынша сипаттап көрсете алады. Бағалау критерийі: дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайын жоспар бойынша сипаттайды. Дүниежүзілік мұхит бөліктерін картадан көрсетеді. Дүниежүзілік мұхит бөліктерге, яғни мұхиттарға бөлінеді. Жер шарын жайлаған су дүниежүзілік мұхитты құрайды. Дүниежүзілік мұхиттың жалпы көлемі 361 миллион километр квадрат. Ауданы жөнінен ең үлкен мұхит Тынық мұхиты. Жалпы ауданы 178,6 миллион километр квадрат. Ең терең жері Марианна шұңғымасы 11.022 метр. Оңтүстік Америка және Солтүстік Американың батыс жағалауларынан бастап Еуразия шығыс бөлігіне және Аустралия мен Антарктидаға дейінгі аумақты алып жатыр. Батыс жартышарда орналасқан. Үлкендігі жөнінен Тынық мұхитынан 2 есе кіші Атлант мұхиты. Жалпы ауданы 91,7 миллион километр квадрат. Ең терең жері Пуэрто-Рико шұңғымасы 8742 метр. Африка, Еуразия, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка және Антарктида жағалауларына дейін барады. Атлант мұхиты арқылы маңызды теңіз жолдар өтеді. Балыққа ең бай мұхит. Келесі мұхит Үнді мұхиты. Оңтүстік жартышардың үлкен бөлігін алып жатыр. Жалпы ауданы 76,2 миллион километр квадрат. Ең терең жері Зонд шұңғымасы 7729 метр. Еуразия, Африка, Антарктида, Аустралия құрлықтарының арасын алып жатыр. Бұл ең жылы мұхит. Мұхиттардың ішіндегі ең кішісі Солтүстік мұзды мұхиты. Жалпы ауданы 14,8 миллион километр квадрат. Ең терең жері Гренланд шұңғымасы 5527 метр. Солтүстік Америка, Еуразия жағалауларымен шектеседі. Оның көпшілік бөлігін жыл бойы мұз басып жатады. Ең суық мұхит. Келесі дүниежүзілік мұхиттың құрам бөліктеріне тоқталайық. Дүниежүзілік мұхиттың құрамдас бөліктері: теңіз, мұхиттың құрлықпен, аралдармен немесе суасты қыраттармен бөлініп жатқан бөліктері: жерорта, Араб, Баренц, Жапон теңіздері. Шығанақ:
мұхиттың, теңіздің құрлыққа сұғына еніп жатқан бөлігі. Мексика, Бенгал, Аляска шығанағы. Бұғаз. Құрлықты екіге бөліп тұрған және көршілес екі су алабын жалғастырып жатқан жіңішке су алабы. Магеллан, Дрейк, Гибралтар, Мозамбик бұғаздары. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бойынша тапсырманы орындайық. 4 мұхиттың біреуіне жоспар бойынша сипаттама беріп, картадан көрсетіңіз. Дескрипторды негізге ала отырып, тапсырманы орындаңыздар. Балалар, сәйкестендіру тапсырмасы арқылы бүгінгі сабағымызды бекітіп жіберейік. Формативті бағалау. Сабаққа белсенді қатысқан үшін 2 балл, тапсырма орындаған үшін 6 балл, бекіту тапсырмасы үшін 2 балл. Балалар, тақырыпты жақсы меңгердім десеңіз, теңіздегі кемені таңдаңыз. Ал егер өзіңізге сенімсіз болсаңыз, теңіздің шетіндегі кемені таңдаңыз. Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жіберіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, тәуелсіздік тәңірден келген тәтті сый айдарымыздың кезекті сұрағын ұсынамыз. 2050 мемлекеттік бағдарламасы қашан жарияланды?